кейде сенің таңдауың дейді. Сенің таңдауың сен үшін қайырсыз болуы мүмкін дейді. Ана кісілердің бәрі бірінші келіп ой қырылып байлардың бәрін алып алды ғой. Мынау келді соңында алды. Сенің таңдауыңнан дейді, кейде саған ұнамайтын нәрселер болады дейді. Осылай болу керек болады, басқа мүмкіншілік жоқ, таңдау жоқ. Соны пайдалансаң дейді, Алла Тағала соның артында жасырып қойған не болуы мүмкін дейді? Үлкен берекеттер болуы мүмкін дейді. Ана қараңыздар. Алла пендесіне тек қана жақсылықты ғана қалайды дейді. Имам Шағрауи айтады, ана Құран кәрімде Али Имран сөзінде болу керек. Ана биадикал хайр деген аятта сөз келеді. Алла, жақсылық тек қана сенің қолыңнан деген сөз келеді дейді. Демек дейді Имам Шағрауи рахмаулла айтады, жақсылық пенденің басына келген қайғы да жақсылық дейді ғой. Ана қараңыз. Бір қарағанда сен оны қайғы деп қабылдап атсың дейді. Бірақ оның артында Алланың жасырған мың жақсылығы бар саған дейді. Алла пендесіне тек қана жақсылықтан басқа нәрсені қаламайды өйткені ол пендесін жақсы көреді дейді. Алла жаратқан нәрселердің ішіндегі ең жақсы көретіні қай жаратылыс? Пенде адамы. Алла Тағала адамдар жақсы көреді дейді. Со жақсы көргендіктен жаратқан. Не үшін жаратты деп сұрақ қойды адам. Адам не үшін жаратты? Азаптайтын. Алла пенделерін жақсы көргендіктен жаратты дейді. Жақсы көргеніне адам несін қалайды? Тек қана біздің өзіміз тек жақсы көрген адамға, мысалға әкемізді, анамыз қалай жақсы көреміз, оларға тек қана жақсылық қалаймыз, дұрыс па? Немесе сүйген адамың болуы мүмкін, оған да тек не? Жақсылықты қалауы мүмкін. Балаң жақсы көресің, тек қана не қалайсың? Жақсылық қалайсың, дұрыс па? Дәл сол сияқты Алла пендесіне тек жақсылықты қалайды дейді. Міне өмірдегі кейбір өзің таңдаған таңдауларың өзің үшін қайырсыз болып қалуы мүмкін, бірақ мәжбүрлі түрде кейбір таңдалған таңдаулар не болады дейді? Сіз үшін қайырлы болады дейді.